Сәлеметсіздер ме оқырмандар, бүгінгі тақырып Абай Құнанбайұлы. Бала күннен Шортанбай, Дулат, Бұқар жырау, Марабай, Шөже ақындарды тыңдап өскен бала Абай ұғымталдығымен, зеректігімен, ынталығымен ерекшеленген. Анасы Ұлжан сөз қадірін білетін шешен кісі болса, әкесі Құнанбай өз заманының беделді адамдарының бірі саналған. Құнанбай қажы Ескі Там деген қоныстан медресе салдырып, өзінің және туыстарының балаларын оқытқан. Абай 8 жасында сол Ескі Там медресесінде ауыл молдасы Ғабитханнан дәріс алған. Әкесі оның зеректігін байқағаннан кейін 10 жасқа толған соң Семейдегі Ахмет Риза медресесінде оқуға береді. Медресенің 3-ші жылында осы қаладағы Приходская школаға түсіп, қосымша 3 ай орысша оқиды. Абайдың ерекше дарындылығын байқаған Құнанбай оны әрі қарай оқытпай қайтарып алып ел ісіне араласуға баулиды. Сөйтіп 13 жастағы Абай әке ықпалымен ел билеу ісіне араласа бастайды. Абай өлең шығарумен бала кезінен айналысқанмен, жас кезіндегі өлеңдер толық сақталмаған. Абай өмірдің барлық саласын қамтитын тақырыптарда өлеңдер мен дастандар, сондай-ақ философиялық шығармалар жазды. Ақынның 1890 жыл мен 1898 жыл арасында жазылған прозалық үлгідегі шығармалары қара сөз деп аталады. Бұл жалпы саны 45 бөлек шығармадан және бірер сөз қазақтың түбі қайдан шыққандығы туралы деген тарихи мақаладан тұратын еңбек. Абай поэзиясының арқауы ғылым, білім, еңбек. Осы қара сөздерде жалғасын тапқан. Ұлы ақын адам мінезіндегі орынсыз мақтан, ойсыздық, салғырттық, күншілдік, көрсеқызарлық сияқты жаман әдеттердің ақыл мен ойды тоздыратынын, адамды аздыратынын айтады. Ақынның «Мен жазбаймын» өлеңді ермек үшін өлеңі 1889 жылы жазылған. Әрқайсысы 6 тармақты 5 шумақтан тұрады. Көлемі 30 жол. Абайдың поэзия, оның мәні жөніндегі ой-пікірлерінің тың түйіні бұған дейін жазылған. Базарға қарап тұрсам, әркім барар, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Біреудің кісісі өлсе қаралы ол сияқты шығармаларындағы эстетикалық көзқарасың кемелді көрінісі. Бұл шығармаларында Абай ақындықтың ауыр міндетін, ақын атанудың алғышарттарын аңғартқан еді. Яғни ақын ақыл сөзін өзге ақындарға арнағанды. Сөзді қар осы күнде кісі бар ма деп парасатты оқырманы жоқтығынан алған болатын. Ал бұл өлеңде Абай әрі оқырман тыңдаушыларына, әрі ақындарға қарап сөйлейді. Мұхтар Әуезовтің айтуынша, бұл өлең Абайдың тек бір өз басының ақындық жолындағы ізденуі ғана емес, мұны ақындық жайында өзгеше мәні бар өлең деп ұғынуымыз керек. Оны ақын өз айналасындағы өлеңі бар өнерлі інілерінің кейбір шығармаларын оқығаннан кейін соларға жөн жоба көрсетіп, сын ескертпелер жасау ниетімен тудырған. Абай қоғамға адамгершілікті, әділдікті насихаттап, елді адал еңбек етуге шақырып, білім, ғылым, өнерді халықтың қажетіне жаратуға мән берген. Ғылым таппай мақтанба өлеңі 1886 жылы жазылған. Абай өз заманындағы жас ұрпаққа көкірегі сезімді, көңілі ойлы адамдарға үміт артып, оларды өзінің озат мақсат мұраттарына тартуға ұмтылды. Жастардың еңбек етіп ғылым мен білімге талпынуы, алға қойған мақсатқа жетуге табандылық көрсетуі, осындай асыл қасиеттерді уағыздау Абайдың бүкіл шығармашылық жолының негізгі идеялық тақырыптық желісінің бірі. Ақын талантты, өнер іздеген жандар туралы айрықша зор сүйіспеншілікпен айтып отырып, олардың алға қойған зор мақсатқа жету жолындағы күресте табандылық, жігерлілік көрсететініне үлкен сенім білдіреді. Абайдың өлеңінен ғылымды үйренетін жастардың өзінің алдына қандай мақсат қоюға тиісті екені туралы мәселе оны аса қатты толғандырғанын аңғарамыз. Бұл өлеңде адам баласын қор қылатын 5 дұшпанды атап берсе, 38-ші қара сөзінде күллі адам баласын қор қылатын 3 нәрсе бар. Содан қашпақ керек. Әуелі надандық, екінші еріншектік, үшінші залымдық. Надандық ғылым білімнің жоқтығы, надандық білімсіздік, хайуандық болады. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, ұятсыздық, кедейлік бәрі осы еріншектіктен шығады. Ал залымдық адам баласының жауы деп солардан құтылудың жолдарын атап береді. Бұлардың емі халқына деген махаббат, күллі ғаламға деген шафқат, әділетті іс және ғылым білім деп тұжырымдайды. Абайдың идеясы тек өлеңдерінде ғана емес, қара сөздерінде де терең философиялық толғаныспен көрініс тапқан. Абай қара сөздері терең ой мен күрделі пікірге құралған. 7-31 сөзінде Абай оқу, өнер, білім мәселесі туралы келелі ой қозғайды.
Білу тапсырмасы. Абай қашан қандай отбасында дүниеге келген? Абайдың балалық шағы туралы не білесіңдер? Бала Абай кімдердің өлең жырларын тыңдап өскен? Абай қандай білім алған? Болашақ ақын қай кезден бастап өлең шығара бастаған? Абай Құнанбайұлы 1948 жылы ауқатты отбасында дүниеге келген. Абай бала кезінен әжесі Зеренің әңгімелерін тыңдап өседі. Бала Абай Шортанбай, Дулат, Бұқар жырау, Марабай, Шөже жырларын тыңдап өсті. Абай 8 жасында Ескітам медресесінде, 10 жасында Семейдегі Ахмет Риза медресесінде оқып білім алады. Абай бала кезінен бастап өлең шығара бастайды. Түсіну тапсырмасы. Неліктен Құнанбай Абайды оқудан шығарып алады? Абайдың ерекше дарындылығын байқаған әкесі оны әрі қарай оқытпай қайтарып алып ел ісіне араласуға баулайды. 13 жастағы Абай әке ықпалымен ел билеу ісіне араласа бастайды. Талдау тапсырмасы. Абай туралы мәтіннің басты ойы қандай? Ақынның ерекше дарын иесі екенін таныту. 4-ші жинақтау тапсырмасы. Абай туралы берілген мәтінді пайдаланып мазмұндаудың жоспарын құрыңдар. Тірек сызбасын жасаңдар. Құрылған жоспар бойынша ақын туралы әңгімелеп беріңдер. Жоспары. Абай тыңдап өскен жыраулар шығармашылығы. Абайдың білім алу жолы. Абайдың өлең жазуы. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Ғылым таппай мақтанба. Абайдың қара сөздері. 5-ші тапсырма қолдану. Абайдың өмірі мен шығармашылығы туралы әңгімелеуде ұсынылған кестені толтырып, сұрақтарға жауап беріңдер. Абай туралы не білемін, нені білгім келеді, қосымша ақпаратты қайдан аламын? Абай Құнанбаймен бөлісер ой идеяларым. 2. Абайдың балалық шағы туралы деректерді пайдаланып, Бала Абайдың әлемі атты тақырыпта әңгімелесудің үлгісін ұсыныңдар. 3. Абай туралы айтылған даналық ойлар қатарын жалғастырыңдар. 4. Абай дүниеге келген Шыңғыстау табиғатын сипаттаңдар. 5. Абай әлем тілдерінде сөйлейді атты тұсаукесер дайындаңдар. 6. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып, аяғын көп шалдырған, өлді деуге сияма ойлаңдаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған деген Абай сөзі туралы ойларыңды ортаға салыңдар. Қолдану жауаптары. Абай туралы не білемін? Абайдың қазақтан шыққан дана ақын екенін білемін. Нені білгім келеді? Абайдың отбасы туралы толық білгім келеді. Қосымша ақпаратты қайдан табамын? Ол үшін Абай жолы роман эпопеясын оқу керек деп ойлаймын. Абай Құнанбаевпен бөлісер ой идеяларым. Абайдай адам қазір өмірде болса қалай болар еді? Ол не істейтін еді? Осы туралы ой бөліскім келеді. Бала Абай жастайынан өлең жырға құмар болып, ақын жыраулар шығармашылығымен сусындап өскен екен. Сондай-ақ ол қос ананың, әже мен шешенің бауырында, тәрбиесінде өсті. Олардың әңгіме ертегілерін көп тыңдайды. Соның да бір әсері болса керек. Өзі де өлең шығара бастайды. 3. Абай терең ойлы, өмірдегі әрбір нәрсеге байыпты бағасын бере алатын данышпан, көреген жан болған дер едім. Абай дүниеге келген Шыңғыстау тауы табиғаты әсем, баурайы жасыл желекке оранған кең алқап. Құз жартасты тауы, бетегелі белі, аласа биік, ойқыры, жатаған жотасы, қатпар-қатпар сай-саласы бар. Орман тоғайлы Шыңғыстау таулары оңтүстіктен батысқа қарай созылып жатыр. 5. Тұсаукесер. 1. слайд Абай шығармалары туралы, 2. слайд Абай шығармаларының шетел тілдеріне аударылуы, 3. слайд әлем таныған Абай. 6. Бұл өлең жолдарында ақын кейбір адамдар байлыққа қызығып, соның артында өмірден өтетінін, ал кейбіреулер өмірден өзі өтсе де, артында өлмейтіндей сөз қалдырғанын айтады. Ондай адамдар мәңгі тірі деп айтқысы келіп отыр. 6. Баға беру. Менің балаларыма, ертеңгі ұрпағыма Абайдан артық, Абайдан ұлы, Абайдан киелі ұғым болмауы тиіс деген Нұрсұлтан Әбішұлының сөздерін қалай түсінесіңдер? Келешек ұрпаққа елбасы қандай өсиет айтқысы келеді? Бұл сөздері сендерге қандай ой салады? Артық болмас білгенің айдарындағы Әуезовтың естелігі туралы пікірлеріңді білдіріңдер. Абай қандай болған екен? Бұл сөз арқылы Назарбаев болашақ ұрпақ үшін Абайдың қаншалықты мол мұра қалдырғанын айтып отыр. Және жастар Абайды толық тануға тиіс деп отыр. 2. Абай әке мінезін танып, сезімталдығымен аңғарып өскен екен. Ол батыл, қызуқанды, жігерлі және алғыр болады. Абай білмекке құмар болуы өзінің туа біткен қасиеті екенін айтады.